Ассалаумағалейкум, қадірлі достар. Құрметті менің арнамнан алыстап кеткен жақсы жандар. Қалқуаттарыңыз қалай? Көптен видео шыққан жоқ. Сондықтан сіздерге видео салып қояйын деп жатқан. Мына жерде өздерің білетін қой аула болды. Мына жерде қой тұратын. Мына көк есіктің алдынан бөлінген. Сол қойдың басын азайтып, оншақты бас қалды тек қана. Тәк. Сүзуін қарашы. Оншақты бас қой қалғасын, содан мына жерді бұзып тастадым. Мына жерден аула салып қойғанбыз. Сол ауладан құдай қаласа сиятты деп ойлап тұрмыз. Мына жерге таңшын тазалап алып тастаймын, ертең мына есігі қондырылатын. Осы жерге қой тұрады. Мына күнде баспақтардың бұзаулардың жем-жеп жүрген жері. Баяғы өздерің білетін будалайдың орны. Бұл жерге де құдай қаласа, Алла қаласа бір жабағы келеді. Түнелікке осы жерге жатып жүр сиырлар. Шөп ауланың есігін өзгерттік. Қырдың рулоны, қырдың шөбіні, көлдің шөбі. Көлдің шөбін азғантай алдым. Ертең көктемде мал төлдеп жатса беретін қылып. Қырдың шөбі деген осы жусан аралас, ақтық аралас. Соңынан шабылған күзде піскен жусан. Сабан қалмайды. Мына жерді ауысып тастадым, мынандай қылып. Шөп сабатын алып сосын мынандай қылып. Айхон деген сиыр, өздеріңіз білетін. Сарғалдақ деген бұзау бар. Мынау Михон деген сиыр. Мынау Еселең деген бұзау, баспағы. Еркек. Анау біздің Зиқо деген сиыр. Қасында Тайсын деген бұзау бар. Тәке! Сүзбе! Мына жерде кім жоқ десеңдер, Жәке деген қонақжан қашар болды. Күрен. Соны сатып жібердім бұзауымен бірге. Тек бір жылқы. Үстіне 300 мың теңге ақша қосып берді. Несін баспағын бірден өзбек ағайындарға сатып жіберді. 260 мыңға кетті деймін. Сиырды қолданам деп алып қалды, жуас болғасын. Мен жылқысын алып сойып алдым. Қаршысын қолдандым. Мыналар даладан келіп тұр енді. Даладан келгенде қазір тойынбай тұр. Бұлар жазда емгесін сиырлардың күйі төмен түсіп бара тұр күн салқындағасын. Сондықтан арнайы шөп салып қойып жатырмын. Мынау енді жабық қораны әзір ашпаймын. Әбден күн аяз болып, қар түскесін болмаса, көбіне мына навестің ішінде жатады. Сосын ана жердегі навестің ішінде жатады. Жауып тастай қойын. Ықтасын болып тұрсын. Осы өздеріңіз көргендей, сіздерде подсос баспақтың бағалары қанша болып жатыр енді. Біздерде қарқынды өтіп тоқтап қалды, бәсі түсіп кетті. Мыналар 250 мен 300 мыңның арасында. Осы екі еркек сатам ба деп шығарып қойып едім. Ертең даладан бойдақтар келеді, анау панда деген тұмсығы жоқ қашар келеді. Ақжамбас келеді. Ол ақжамбаста туды. Ол қашар болғасын қолға алған жоқ, бұзауымен жүр далада. Осындай тірліктер, осындай жағдайлар. Мына жердің бәрін кеңітіп бұзып тастадым. Осы емін-еркін шөп шашып қойып, малдар жайылсыншы деп. Бірақ мына мүйізі бар сиыр тыным бермей тұр Михон. Не екен, аналардың бәрін сүзеді. Күн суытып тұр бізде, мұз қатып тұр. Кеше үйде болмай едім, мұны астау қатып қалыпты. Бетіне су құйып қойдым. Бұйырса осына мұзы сәл көтерілгеннен кейін төгіп тастайын тазартып. Басқа аман есен біз жүріп жатырмыз. Даладағы малдарға да суат ойылатын шығар енді. Күн қатып жатыр. Мына жерлердің бәрін бітеп тастағам.
Мына жерде ашық қалдырдым. Мына жерде ашық қалдырдым. Ауа айналу керек. Неге десең, жауып тастап едім, ықтасын болып кетті. Ертең малды қотыр қылатын сияқты болып тұр. Нағыз суық болып кетіп жатса, мына жерде жұқа қаңылтырлар бар, осымен атып бітеп тастаймын. Ал видео шығар, видео сал деп жүргендер, менде де жұмыс басты адамның қолын тимейді. Қыста енді мал қарауға кіремін ғой, сол кезде уақыт бөліп арнайы салып тұратын шығармын, Алла қаласа. Бізде осындай күн суық, -4-5 градус сияқты. Бірақ биылғы күз ұнады. Ешқандай қара суық болған жоқ. Енді өзінің мезгілі болғасын суытып жатыр. Бармыз, шүкіріміз, жүріп жатырмыз. Малдың орнын мал толтырады ғой, келер бұйырған малдар. Сол Қонақжан қашар сатып жібердім, жаңалық сол. Менде даладағы жылқылардан будалай аман есен үйірінің иесі болып жүр, айғыры болып. Гулия деген бие туды. Соның жабағысын қолға ұстайтын шығармын. Ана Гүлмайда деген бие болды, жирен қасқа. Ол енді қыста тумаса құнын өстірген жоқ. Мына сиыр су алмай жүр, жай туды, мынау Айхон деген. Мамыр айында ма, әлде маусым айында ма туды. Содан бұны ажыратқан жоқ. Мыналар суалып кетті. Бұлар көп алаңдамайды. Ертең қойларда келем. Сосын қойларда келген кезде де бір видео шығарармын. Шөптің бағасы 6000 теңге рулон бізде. Биылға 60 рулон шөп алдым. Жетіп қалады деген ойдамын. Сосын плюс үстіне жемі бар алатыным. Ал осы құрметті қадірлі көрермендер, пікірлеріңіз жазыңыздар, лайк басып кетіңіздер, қолдап қойыңыздар. Аман болайық, жақсы күнде жолығайық. Тәк тиме.